Ассаламу алейкум. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Біз тез арада осы видеоны жасайын дегенім есіме шықпай тұрғанда бұны жазу керек болып тұр. Бұл да оқиға, бұл да өмір, тәжірибе дегендей. Біз Америкада тұрып жатырмыз, Санта-Кларита деген қаласында. Food for Less дейтін тамақ сататын дүкенге барғанбыз, әйеліміз екеуміз. Сөйтіп, әйелім енді әрдайым тамақ алып жүргеннен кейін оған жаңағыдай ақшаны қайтарған кезде тиын қып көп тиын қайтарған ғой. Сөйтіп анау кошелегінің ішінде толып қалған ғой. Соны айтады да маған әйелім, мынаны қазір кассаға барған кезде осы тиындармен төлей салашы, мына тиын бәрі ауыр болып кетті дейді. Өзімізде енді ақша көп бар, құдайға шүкір. Алған затымыз сонда 3 кило помидор, одан кейін 1 кило шие. Оның барлығы көбісі бір $10 тұрған шығар, біліп Қытай біледі. Соны біз кассаға жақындағаннан кейін әйелім екеуміз ана тиындарын танымаймыз да, жаңағы біреусі 25 цент, біреусі 10 цент, біреусі 5 цент, біреусі 1 цент. Тағы өте майда жазылған ғой. Көрмейсің тағы. Сөйтіп мен жаңағы тиындарын бүйтіп ұстап тұрмын. Ол әйелім жаңағы соны теріп, жаңағыдай санап тұр да жаңағы. Сөйтіп былай сыртынан қарасаң, бейшалардың ақшалары жоқ деп ойлап қалған ғой деймін бір кісі. Жүгіріп кетті, бір кісі былай тұрыңдар деді, былай тұрдық. Біздің заттарымызды кассадан өткізбей, біз төлеуге келген кезде былай тұрыңдар деді, біз былай тұрдық. Карточканы тоқтады, төлей салды. Не істеп жатсыз деймін да, болды. Менде ақша бар десем, болды, бұл мен жаңағы it's my pleasure дейді, яғни бұл өзім үшін жаңағы сондай бір ұят болып қалды, сөйтіп төледі. Өзім үшін жасағандай қылдым, жаңағы мен үшін дегендей деп айтып кетті да. Білемін сенде ақша бар екен деді, сөйтіп төлеп қашып кетті. Кассадағы жігіт awesome, яғни мықты, молодец деп отқандай болды да жаңағы. Біз әйеліміз екеуміз не істеріміз ұялып қалды жаңағы. Сөйтсем ана жерде бір пластикалық бір жәшік тұр екен, оны садақа жинайды, соған бүкіл тиынымды соған тастай салдым да. Сөйтіп ұялғанымыздан атып шығып кетті, ана жақтан ұят болды. Сөйтіп жаңағы кісіге тілейтінім Алла тағала тіке түзу жол берсін. Әлі шок болып отырмыз. Аллахума джальху минал мухтадин. Алла тағала тіке түзу жол берсін ол кісіге. Бала шағасын аман қылсын, бай қылсын. Сол ақ кісі бір. Сөйтіп бізді бейшара ақшалары жоқ деп ойлап қалған ғой, сөйтіп төлей салған. Ятай, Алла тағала айтыр. Бізді алатын қылмасын, беретіндей қылсын бәрімізді, әмин, қағайын. Сол Америкада жігіт арнасына қалыңыздар, талай осындай қызық болады, бірақ бұндай болмасын енді.